А, Құрметті отандастар, қазіргі таңда мен сіздерге Bitspace компаниясының кошелегіндағы кошелекқа ақшаны қалай кіргізу керек екенін дәл қазір көрсетейін деп отырмын. Кабинеттеріңізге кіресіздер, сайтқа кошелекті басасыздар, пополнить кошелек деп басасыздар. Мына жерге қанша сомма кіргізу керек? Мысалы 26.000 теңге. 3,5% 910 теңге сізден сразу же платформа ұстап қалады кететін расходын. Да, перейти к оплате дегенді басасыздар. Мына жерге карточкада, қай карточкада тұр ақшаларыңыз, сол карточканың аты жөнін, енді карточканың тиесілі, мысалы кімге тиесілі карточка, маған тиесілі. Одан кейін номер карты, картаның бетіндегі 16 саннан тұратын номерін жазып шығасыздар. 10, 30, 97, 85 деп жазасыздар. Срок действия карты бетіндегі срогын жазасыздар. 11, 23. Мына жерге CV код жазасыздар. Енді өздеріңіздің телефон номерларыңызды жазасыздар. Оплатить дейсіздер осылай. Сразу. Интернет покупки нельзя дейді. Не болып қалды? Интернет покупки нельзя деп қапты. Отказ держится для вашей каждой нельзя делать интернет свой банк, либо неверно введенные данные дейді. Интересно. Блин. Ай, блин. Дәл қазір маған код келіп отыр. Мен қазір сразу же жаңағы картамның оплата, доступ в интернете деген функциясы жабық тұр екен. Сондықтан маған отказ келген екен. Қайтадан жаңағы повторяем попытку. Қайттан тексеріп көреміз. 10, 87, интернет покупка жасамас бұрын өздеріңіздің Каспи приложенияларыңызға кіріп, өздеріңіздің интернет покупкаларыңызды тексеріп алыңыздар. Интернет арқылы сауда жасау мүмкіндіктеріңізді тексеріп алыңыздар. Ол жерде интернет арқылы сауда жасағанда сіздердің өздеріңіздің определенный лимиттарыңыз болады. Соны ашып қою керексіздер. Менікі қалып кеткен, сондықтан менікін жібермей қойды. Қазіргі таңда тағы жібермей отыр. Не үшін екенін көреміз. Обновление жасау керек педі. Неге үйтті екен деген сияқты әңгіме ғой бұның бәрі. Неге үйтті екен? Қайтадан бастаймыз. Біз де қоймаймыз. Қайтадан бастаймыз. 26.000 теңге дейміз. Перейти к оплате дейміз. Имя дейміз. Номер карты дейміз. 10, 30, 97, 85 дейміз. Срокты жазамыз. 11 ай екен. 11 ай екен. 2023 жылға дейін екен. SV кодын жазамыз. Контактный телефонды көрсетеміз. Оплатить дейміз. Өтті. Бізге жазып тұр. Вам сообщает об успешном проведении платежа. Енді қараңыздар, құрметті отандастар, құрметті экранның ар жағында отырған серіктестер, бірінші интернет покупка жасамас бұрын өздеріңіздің Каспи приложенияларыңызға кіріп, Каспи
мобильді нұсқасына кіріп, өздеріңіздің интернет покупкаларыңыздың лимитін ашып қойып барып, одан кейін покупка жасаңыздар. Әйтпесе, сіздердің жасаған операцияларыңыз интернет арқылы жасайын деп отырған өтпей қалады. Енді ары қарай біз не істейміз? Сайтқа барамыз, өзіміздің ақшамызды көреміз, кошелекқа түсті ме, түспеді ме? Түсіпті, бұның алдында менде ақша болған. Жаңағы бұл ақшамыз түсіпті. Ендігі кезекте ары қарай перевод жасау үшін өз кошелегімізге, мобильді нұсқадағы кошелегімізге кіріп, партнерға, мысалы мен дәл қазір 26 000 теңге аударып беруім керек, оған мобильді кошелекқа кіріп, жаңағы оның кошелектің ішінен оның логинін жазып, как раз 26 000 теңгені партнерға аударамын. Енді, құрметті отандастар, бұны мен сіздерге не айтқым келіп отыр? Қазіргі таңда интернет арқылы табыс табамын деген адамдарға мүмкіндік өте көп. Ең бастысы өзіңізді өзіңіз дамыту арқылы, осындай өзіміздің отандық платформалар мүмкіндігін үйрену арқылы, интернет арқылы табыс тапқыңыз келсе, әлемнің есігі де, интернеттің есігі де ашық. Тек қана сіз өз есігіңізді ашып, өз миыңызды ашып, қазіргі заман ақпарат заманы ғой. Сондықтан әрбір сізге келіп жатырған ақпаратқа дұрыс оң көзіңізбен қарап, оң құлағыңызбен естісеңіз, сонда ғана сіздің табысыңыз молая бастайды. Әрбір келген ақпарат ол сіз үшін Алла тағалам жіберіп жатырған мүмкіндігі. Ол ақпаратты дұрыс түсіну, дұрыс қабылдау, ары қарай соны өзіңізге өзіңізге енді мүмкіндік ретінде көру, ол әрине сіздің қолыңызда. Сондықтан, құрметті отандастар, әсіресе экранның ар жағындағы отырған отандастар, сіздер өздеріңізге келіп жатырған керемет мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Егер сіз сол мүмкіндікті уақытысында көріп, тыңдап, әрекет жасасаңыз, мысалы, осы уақытқа дейінгі сіздің өміріңіз осыдан бұрынғы шешкен шешіміңіздің нәтижесі. Ал енді болашақта өзіңіздің жаңағы өзіңізге жақсы орыннан, енді жақсы орынға жайғасқыңыз келсе, қазірден бастап өзіңізге жаңағы мақсаттар қойып, сол мақсаттарға жету үшін тек қана армандап отыра бермей, әрекет жасау арқылы өз мақсатыңызға қол жеткізесіз. Ең бірінші кезекте, қайталап айтамын, егер сіз интернет арқылы табыс тапқыңыз келсе, бірінші кезекте өзіміздің отандық компания BitSpace компаниясының мүмкіндігін бірінші кезекте қараңыз. Бұл блокчейн платформа. Платформа өзінің төлемдік жүйесін қазіргі кезде дамытып жатыр, өзінің платформасын дамытып жатыр, өзінің онлайн платформасын дамытып жатыр, өзінің туризм бағытын дамытып жатыр, отандық кәсіпкерлермен жұмыс жасап жатыр. Сондықтан, құрметті отандастар, егер сіз кәсіпкер болсаңыз, осы платформаға келіп тіркеліп, BitSpace кошелегі арқылы өзіңіздің бизнесіңізді ары қарай өрбіте берсеңіз болады. Ал егер сіз жаңағы жеке тұлға болсаңыз, кәсіпкер емес болсаңыз, онда интернет арқылы табыс табуға әрекет жасаңыз. Оның барлығына қол жеткізуге болады. Тек қана өзіңіздің ішкі сондай табыс табуға деген өзіңіздің құлшынысыңыз бен талпынысыңыз болса, болғаны. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Өздеріңіз осы видеоны лайк пен комментариймен ары қарай келесі адамға көруге септіктеріңізді тигізіп жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді, құрметті отандастар.